Өміріміздің басты бөлігі жұмыс жасаумен өтетіні рас. Дәл қазір ақшасыз күн көру тіпті мүмкін емес. Алайда, жоғары оқу орнын бітіріп жұмыссыз жүргендер жетерлік. Әсіресе қыз баласына оқуға түсу, жұмыс жасау қиын. Себебі бірі оқуға түспей тұрмысқа шығып, енді бірі оқуын бітірмей тұрмысқа шығамын деп жұмыссыз қалады. Ал дәл қазір осындай жағдайда қыздар қандай және қайда жұмыс жасауы мүмкін? Осы сұраққа жауап іздеп, шалғай ауылдың тұрғыны Гүлзираға жол. Ол мектепті ғана бітірген екен. Жоғары оқуға түсуге мүмкіндігі болмағандықтан тұрмысқа шықпақшы болып шешім қабылдапты. Әңгіме барысында қыз баласының тағдыры қиын екенін қайталай берді. Басымнан өткен бұл жағдайды көпшілікке айтқаным дұрыс, не дұрыс емес екенін білмеймін. Сол үшін өзім туралы нақты ақпарат бере алмаймын. Кейін ата-анам немесе туыстарым оқып, менің қиналғанымды білгенін қаламаймын. Бірақ оқырмандарға ниетің ақ болса, адал ақша табуға болатынын айтқым келеді. Тұрмысқа шыққанымда жасым небәрі 17-де болды. Оң-солымды танып үлгермеген балғын қыз едім. Ата-анама қиындық тудырмайын деп, жігітіме тұрмысқа шығуға келісімімді бердім. Әрине, өзіммен жасты қыздарға қарап қызығамын. Мені де үлкен қалаға барып, белгілі бір маман иесі атанып, жаңа ортаға түскім келген. Алайда пешенеме басқа нәрсе жазылса керек. Мен тағдырыма ризамын. Ерте тұрмысқа шыққаныма еш өкінбеймін. Қыз бала қонақ қой. Сондықтан ертерек өз орнымды тапқаным үшін өте жақсы болды. Мені жұбайымның үйіндегілер жылы қарсы алды. Жас болғандықтан бәрін өздері үйретті. Әрине, бастапқыда басқа отбасына сіңісіп кету сондай қиын көрінді. Үй тірлігінің бәрі өз мойнында, әсіресе ауылдың тіршілігі бітпейді ғой. Дегенмен ата-енеме алғыстан басқа айтарым жоқ. Мені қолдап отырады. Қызылорда облысына қарасты бір ауылда тұрып жатырмын. Адам ниеттенсе бәрі оңынан болатынына сенемін. Себебі ешқандай оқу бітірмесем де ел қатарлы ақша тауып жүрмін. Күнделікті көрші әжейді бағамын. Уақыт тауып үйіме де қарайласамын. Әжемді ұйықтатып келген соң үйімді жинаймын, тамағымды әзірлеймін. Қазір жасым 20-да. Айтпақшы, кішкентай қызым бар. Келін болғандықтан бәріне үлгеруге тырысамын. Бастысы адал жолмен ақша тауып жүрмін. Ауылда 75 мың теңге деген қомақты ақша. Жұмысым да өзімнің жағдайыма ыңғайлы, үйіме жақын, өзіме қатты ұнайды. Ата-енем де менің ел қатарлы ақша тапқаныма қуанады. Шындығында, қалада бұл бір өз алдына мамандық болып есептеледі емес пе? Сондықтан көрші әжемді қарауға барғанда өзімді сондай бақытты сезінемін. Бала күнімде тәрбиеші болғым келетін. Балалар мен қарттардың көңілін көтеретін іспен айналысқым келетін. Сол себепті өзімді қалаған ісімен айналысып жүрмін деп есептеймін. Қыз бала тәрбиесінде ананың орны ерекше. Сол себепті енем өзімнің қыздарына айтқан ақылды маған да айтады. Дәл қазір атам туған әкемдей, енем анамдай болып кетті. Әрине, әке-шешемді, бауырларымды қатты сағынамын. Ауыл арасы жақын болғандықтан мүмкіндік болса барып тұрамын. Бір сөзбен айтқанда, қандай қиындық болса да бақытты қыз, бақытты жар, бақытты келінмін. Әйел адамдардың төзімділігінде шек жоқ. Осындай жап-жас қыз ата-ененің жағдайын жасап, келіндік міндетін абыроймен атқарып, өмірге сәбиін әкеліп, жарына да көңіл бөлгенімен қоймай, егде жастағы кейуананы да күтімге алған. Я, шынында да ниет болса, екі қолға бір күрек табылары рас па деймін. Ал сіздің ойыңызша қандай? Қазіргі таңда жұмыс жасау, қыз баласының жұмыс жасауы бойынша өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз.